бағдарлама зайырлы қоғамдағы діннің алар орын жайында. Мұнда діни сауаттылық негіздері, тұрақтылық тетіктері, қоғамның қауіпсіздігі жайында сөз қозғайтын боламыз. Аузында Алласы, жүрегінде иманы бар ағайын армыстар. Эфирде дін және заман бағдарламасы. Бүгін біз жат ағыммен күрес баршаның міндеті деген тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Ислам ғылымдарының PhD докторы Нұрмүбәрак Египет Ислам мәдениет университетінің ұстазы Илимбек Ризабек Батталұлы. Ризабек Батталұлы, студиямызға қош келдіңіз. Олай болса, бірден сауалға көшейін. Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет. Дегенмен де қазірде қоғамда ислам дініне деген бетбұрыс байқалады. Осыны немен байланыстырар едіңіз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді бұл жастарымыздың қоғамның ислам дінге бет бұруы ол қазақ үшін, халқымыз үшін жаңалық емес. Себебі осы советтік одаққа дейін бабаларымыз 1000 жылдан астам тарихы бар. Бабаларымыз осы ислам дінін ұстанып, сол ислам біздің салт дәстүрімізге мен біте қайнасып, мәдениетімізбен айналысып келе жатқан халқымыздың ажырамас, айырылмас бір бөлігі іспетті болды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жастардың қазір қоғамның исламға бет бұруы сол қандағы негіздің қалыпқа келуі деп қабылдаймыз. Және де енді қазіргі дүниедегі мынау әртүрлі қиыншылық, әртүрлі аумалы төкпелі жаңағы саяси толқулардың барлығы, болмаса әлемдегі әртүрлі мынау адами құндылықтың әлсіреуі секілді көрініс тапқан істердің нәтижесі осы көзі ашық қарақты адамның осы исламға бет бұрып, бір рухани бір түзу жол іздеуінің бір көрінісі деп те қарауға болатын секілді. Жамағаттың ішінде, оның ішінде жастардың бет бұруы көптеп байқалып жатыр осы дінге кейінгі кездері. Солардың бәріне бірдей дұрыс бағыт көрсете білетіндей, бізде имамдардың саны жеткілікті ме? Енді қазір әрине бұл алғашқы кезде бұл олқылық болды. Жергілікті имам, жаңа тіпті сол мешітте осы дұрыс дәстүрлі бағытты түсіндіре алатын мамандар бірегей аз болған рас. Ал енді қазіргі таңда мынау біраз жылдың жүзі болды. Мынау 2000 жылдан бері мынау Алматыда өзіміздің еліміздің төл ислам мәдениет университеті Нұрмүбәрак іске асып, бүгінгі таңға дейін біраз маманды түлекті шығарды. Сонымен қатар қа қарасты 9 медресе, Құран жаттайтын, жаңа жаттататын орталықтардың да жүзеге асуы бұл келешекте осы олқылықтың орнын қамтамасыз ету. Сондықтан енді қазіргі таңда біз енді 100% жеткілікті деп айта алмайтын шығармыз, алайда біз жаңағы 90% қамти алады деген сенімдеміз. Себебі жылына қазір 100, 120, 130 бала түлек шығарып отыр. Нұрмүбәрак университеті білікті дінтанушы, исламтанушы мамандарды. Сонымен қатар жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 9 медресе, содан бірнеше түлектер шығып, қазір жер-жерге тіпті мынау жаңағы Нұрмүбәрак бітірген түлектер мынау арнайы орталықтарға да кіріп жұмыс жасап жатыр теолог қызметтерін. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі таңда мынау дінді білемін деген, дұрыс бағытты үйренемін деген адамдарға мынау маман жеткілікті. Әрине бұл келешекте де әлі жоқтың орны толатын шығар. Дегенмен қазіргі таңда мен ойлаймын, жалпы жеткілікті. Алайда енді ол да енді біраз уақыттың еншісі керек. Дегенмен енді бұрынға қарағанда қазір толық қамтамасыз ете алады деген жағдайдамыз. Нұрмүбәрак бар, діни басқармаға қарасты медресе орталықтар. Жалпы кейінгі кезде өзіміз жиі айтатын дәстүрлі дін деген ұғым қайдан шықты? Енді дәстүрлі дін деген ұғымды мысалы мынау кейінгі уақыттарда өзіңіз білесіз, мынау және Алла өзі бетін аулақ қылсын дейміз ғой, жаңағы оқтын біздің елде де қылаң беріп қалғандығы ол ешкімге жасырын емес. Мынау радикализм, экстремизм деген секілді ұрандар, атаулар, терминдар пайда болған уақытта мына осы исламның дұрыс бағытын, дұрыс жолды, бұрыс жолдан, радикалды бағыттан ажырату мақсатында
мынау дәстүрлі ислам деген термин қолдана бастады. Яғни ол себебі мынау радикалды ислам бағытында мысалы көптеген кейбір ұлттық наным, сенім, жаңағы дәстүрге балта шабу, оны жоққа шығару секілді нәрселер орын алды ғой. Сол сәтте мынау енді жалпы ислам өзі құндылығында біз халқымыздың көптеген әдет ғұрпы салты исламмен біте қайнасқандықтан біз мынау исламның дұрыс бағыты бұған қайшы шықпағандықтан біз не дедік, бұл дәстүрлі ислам деген ұғымда бұл қалыптасты деп айтуға болады. Бұған дейін бұл термин әрине елімізде болмаса тарихи дерек беттерінде бұлай қолданылған, себебі ол кезде ислам радикализациясы, ислам экстремизм деген секілді исламның атына күйе жаққан ағым топтардың болмауынан. Ал енді кейін бұндай атаулар шығып, жаңағы радикалдар пайда болды, экстремистер пайда болды деген кезде негізгі исламдағы дұрыс бағытты ажыратып алу үшін біз халыққа жаңағыдай дәстүрлі исламда ұстаным былай болады, дәстүрлі исламда түсінік былай болады деген секілді қолданыс сөз енді арамызға енді ғой. Осы жат ағымдармен күресте өзіңіз білікті мамансыз. Осы орайда біздегі жат ағымдар жалпы салафизмді жеңу қашан, қалай пайда болады? Мысалы үшін қашан біз осы таза дінге толықтай бет бұра аламыз? Енді мынау біз бұл арада бірнеше нәрсені ескеруіміз керек. Біріншісі мынау жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Осы қағидатты еске алып, мынау ел болып, халық болып, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып кірісетін болсақ, онда біз иншалла бұны жеңеміз. Ал енді екінші мынау жаңағы қазақтың бір даналы сөзі бар ғой, отан отбасынан басталады деген. Мынау әрбір шаңырақта осы біздің жаңағы өзіміз айтып өткен дәстүрлі исламның құндылығы, оның негізгі ұстанымдары, біздің бабаларымыздың ұстаным жолы насихатталып айтылатын болса, ол шаңырақта тәрбие көріп өскен жас бұл ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетпейді деп ойлаймын. Енді өкінішке орай мынау қазір нарықтық заман болды. Басында жаңағы тәуелсіздік алған шақта әркім жаңа күнкөрістің тұрмысты сана билейтін уақыт қой, күнкөрістің қамымен деп мынау қоғамдағы кейбір отбасы шаңырақта мынау дін мәселесі әлсіреп қалды. Ұлттық құндылық, тәрбие әлсіреп қалғандықтан мынау балалар, жастар мынау әсіресе мынау қазіргі мынау жаһандық дәуірдегі мынау интернеттің ақпарат құралдарының ашық енуінің салдарынан жаңағы бұл жат ағымға кіріп кету біз жол беріп қойдық. Ал енді қазіргі таңда біз осы жаңа бабаларымыздың бір құндылығы, осы мен әрқашан айтамын, мынау отан отбасынан басталады деген қағиданы негізге алып, сен ұлтың қазақ, сенің бабаларың ұстанған ол дәстүрлі ислам, ол жерде мынадай нәрсе көрсетілген, мынаны былай түсінуіміз керек деп ата-ана шаңырақта жаңағы жақсы тәрбие беретін болса, мен ойлаймын, ол балалар ертең университетке барса да, шетелге шықса да, жаңағы алдаушы, арбаушы алаяқтардың қолына түспейді деп. Мен айтам, осы екі жол бізде. Өйткені қазақта айтады ғой, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп. Егер сол осы дәстүрлі дінді ең алдымен өзінің анасынан, әкесінен, қара шаңырақта атасынан, әжесінен тыңдаса, ол ойлаймын, ол баланы ешкім азғыра алмайды деп. Біздің ойлаймын, осы олқылық, осы отбасында балаға қарау деген мәселе бізден тәрбие бермей жатыр дегеннен аулақпыз әрине. Дегенмен жаңағы осы діни сананың төмендеуі ме деп ойлаймын. Енді бұдан алдын алудың бір жолы, бұл жаңағы отбасы институтын біз қайта дамытып, қайта қолға алуымыз керек. Одан кейін жаңағы мынау жастардың жаңағы діни білімін, сауатын бір адамдай, жаңа оны профессор, академик қылу шарт емес, бір адамдай жаңағы білетін деңгейге жеткізіп қойса, ол ертең қай салада істемесін, дәстүрлі исламнан хабардар болатын болса, оны ешкім азғыра алмайды. Ал енді қазір жаңағы әлі өзінде негізгі діни базасы жоқ жастар сырттан айтылған сөзге, жылы сөзге, жаңағы әртүрлі жолмен алданып қалып жатыр. Жаңағы мүмкін біреу тұрмыстық әлеуметтік жағдаймен кіріп кетіп, біз бәріне бірдей тастата алмаймыз әрине. Оның ішінде жаңағы радикалдардың ішінде оқыған, сауатты, жоғары білім бар адамдар да кездесіп жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, бұлардың бәрі сол біздің ұлттық саны, діни сананың әлсіреуінен бе деп. Егер біз жаңағы ұлттық діни санамызды қуаттайтын болсақ, мысалы біз ойлаймын, бұған жол бермейміз. Себебі енді бізден 2 есе, 3 есе халық саны көп, зайырлы Түркия мемлекетін мысалға алуға болады да. Жаңағы мысалы оларда бізге қарағанда діни сана
жоғары болғандықтан мынау шекарада тұрған Сирияға өтіп кету оларда факты жоқ деп айтуға болады. Ал енді мынау Сирияда мынау Шам өлкесінен шалғайда жатқан біздің жастардың о жаққа баруы сол біздің діни сананың төмендігі ме деп ойлаймын. Сондықтан бұның алдын алу негізгі шара сол ілімге, діни сауатты көтеруге негізделу керек пе деп ойлаймын. Сол кезде міне өзінің ұстанған бағыты, бабаларының ұстанған бағытын білсе, жас бұған өзі жауап берді, өзі іштей жаңағы дайын болады деп ойлаймын. Оны біз қуып жүрмейміз. Сен мынаны түсініп ал, мынаны түсініп ал деп. Өйткені ол шаңырақтан, болмаса оқып жатқан оқу орнынан жаңағы негізгі белгілерін, ағымдардың одан қалай сақтану жолдарынан, жаңағы негізгі дәстүрлі діннің негізгі ұстаным принциптері қандай, соны біліп алатын болса, ол бірден айыратын болады. Өзіңіз жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз, интернеттік кеңістігі ашық деп. Сол ғаламтор арқылы біздің санамызды улап жатқан жат ағымдар қаншама, олардың уағыздары мысалы үшін интернетте толып жатыр. Жастар осыны алып санасын улап жатыр. Осы орайда біздің дәстүрлі дінде жүрген имамдарымыз соларға тойтарыс беретіндей уағыздар жасай алып жатыр ма? Енді бұл жаңағы басында айтып өткеніміздей, әу баста орны жаңағы айтарлықтай болмады. Дегенмен, бірақ қазіргі таңда жеткілікті мәлімет бар. Себебі мынау қа қарасты әр өкілдіктің аймақтық жеке өздерінің сайттары бар. Діни басқарманың өзінің жаңағы фәтуаға байланысты, басқа да жаңа діни сұрақ төңірегінде өзінің жеке сайттары бар. Сондықтан мен ойлаймын, аудиода мына кітап тұрғысынан да, мысалы, бейне таспа тұрғысынан да қазір бұл жеткілікті түрде қолға алынған. Егер шынымен түзелем деген адамға, шынымен осы ислам, дәстүрлі исламды білем деген адамға, ол мен ойлаймын қазір діни материал жеткілікті. Ол оқулық тұрғысынан болсын, осы бейне таспа тұрғысынан болсын. Ғаламтордағы сол діни ақпараттарға қандай да бір сүзгі жасала ма? Яғни жат ағымдардың ақпаратын бұғаттау деген сияқты. Енді мен ойлаймын, өкінішке орай бүгінгі таңға дейін бұл жаңағы кейбір сайттардың мынау елімізде экстремистік, террористік жаңағы сайттар, оқулықтар тіркелді. Олардың жаңағы списоктары жаңағы көп жерде жарияланады, мысалы. Алайда дегенмен кейбір сайттар, мысалы, әлі күнге дейін ашық, оған жаңағы жастарымыз кіріп уланып жатқан секілді. Енді білмеймін, бұл қай тараптан қолға алынады, мысалы, мемлекеттік тараптан қолға алына ма, әлде басқа да, оны енді біздің жаңағы діни басқарманы болмаса Нұр Мүбарак университетінің құзыретіндегі нәрсе емес. Бірақ енді олардың жаңағы орыс тілде болсын, басқа тілде болсын, жаңағы әсіресе көбіне осы орыс тілді біздің жаңағы басым бөлігі сол жаңағы жат ағымға өтіп жатыр ғой, негізі жалпы келген кезде. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бүгінгі жастарда мысалы үшін адасу жоқ емес баршылық. Отбасынан тәрбие мықты болса дейсіз, тал бесікте діннің діңгегі мықты болса дейсіз. Дегенмен де жастарды осы дұрыс бағытқа бейімдеуде психологиялық қолдау керек па, қандай да бір оқу орындарында болмасын, не болмаса жаңағы өздері барып мінәжат ететін жаңағы дін орындарында болмасын. Уағыздан бөлек бір психологиялық көмек керек сияқты кейбір жастарға. Өте орынды айтасыз, сөзіңіздің орны бар. Себебі енді біз бұл жастар қателесті, олар тәрбие алмады деп жіберіп қоймауымыз керек. Ол университеттік деңгейде болсын, жаңағы сыртта мынау жаңағы басқа да арнайы бір орталықтар, мемлекеттік мекемелерде болсын, жаңа жүрген жастарға жан-жақты бағыт-бағдар берілу керек секілді. Психологиялық болсын, діни теологиялық тұрғыдан жаңағы олардың күнделікті жаңағы сұрақтарына туындаған проблема, мүмкін ол әлеуметтік тұрғыдан қысылып, сол жағдайдан шығу үшін жаңағыдай ол алдану үшін емес, бір жаңа өзі бір сол тығырықтан шығу үшін кіріп кету мүмкін жағдайлар болады ғой енді. Сондайға түсіп қалмау үшін мысалы кейбір қолдау орталықтары ма, сондай жаңа жастармен, енді қазір мынау діни орталықтар, оңалту орталықтар жұмыс істеп жатыр әрине. Дегенмен енді бұрынға қарағанда қазір жалпы енді мәлімет алам десе, хабар алам десе, психологиялық, теологиялық тұрғыдан болсын, мен айтамын, жеткілікті. Тіпті қазір мешіттердің өзінде жан-жақты жұмыстар жүргізіледі, мысалы. Түсіндіру жұмыстары жаңағыдай, ол келген кезде жаңағы жамағатпен жұмыс істеу, олардың жаңағыдай ауытқып бара жатқандарын қадағалау, болмаса құзырлы жаңағы мекемелерге тапсыру, ескерту секілді шаралар жүргізіліп жатыр. Қолымды мезгілінен кеш сермедім дейтін ата-аналар қаншама. Балам осы бағытқа кетіп қалды.
жүгендей алмай жүрмін деп, амалын таппай жүргендер қаншама. Осыларға қандай ақыл айтар едіңіз? Енді біз естен кеш жақсы дейді, жаңа Құранда айтады ғой, ля тақнату мин рахматилла, Алланың рахметінен күдер үзбе деп. Сондықтан біз енді ол ата-аналар болсын, халқымызға айтарымыз, жаңа күдер үзбеу керек. Әлі де болса сол баласын бауыр тартып, сен осындай болдың, сен андай болдың деп жаңағы шетке теппей, жаңағы қолынан келгенше жаңағы арнайы орталықтарға апарып, жаңағы психолог, теологтарға апарып, белгілі танықты имамдарға, білікті имамдарға жолықтырып, жаңағы жұмыс жасайтын болса, ол енді шынымен ниеттенген болса, Алла тағала береді ғой оған. Өйткені енді қайтпай жатқан адам жоқ емес, шын ақырып, өзінің қателескенін мойындап жатқандар бар. Бірақ енді өкініштісі кейбіреу жаңағы мынау абақтыға қамалғаннан кейін түсініп жатады, ол кеште болса, бірақ ол ертең шыққанда түзу адам болып шығуы ол бізге де жеміс болып есепте. Сондықтан мен ойлаймын, ол жаңағы балам кетті, бітті деп қол сілтеп, жаңағы құйрық жал үзісіп кесіп тастаудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жаңағыдай әлі де болса бала бауыр еті жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Және бұл тағы айтарым, мынау басқаға сабақ болу керек секілді. Біз кейде ойлаймыз, мына осы қанша бір жастардан біз айырылып қалып жатсақ та, біреулер ата-аналар зардап шегіп жатса да, енді кейбір адамдар бір бейхабар, бейжай жүрген секілді жаңағы. Енді мен ананың баласы кетіпті, менің балам кете қоймас деген секілді. Біз олай түсінік қалыптастырып, оны жаңағыдай нақты дерек бере алмасақ, біз ертең одан да айырылып қалуымыз мүмкін. Бірақ енді сол үшін де, мысалы үшін, діни сауаты төмендеу болса ата-ана баласының дұрыс я болмаса бұрыс бағытта жүрген, бала мешітке барып жүр деп қана түсінеді, болды, арғы жағын байыптай бермейді. Сол кезде баланың дұрыс я болмаса бұрыс бағытта жүргенін неден аңғаруға болады? Я болмаса жат ағымға баланың кетіп бара жатқанын қандай да бір әрекетінен көруге бола ма? Енді бұл жерде тағы бір мынау қоғамдағы бір түсініспеушілік деп айтуға келетін секілді, алайда дегенмен мысалы кейбір ата-ана мысалы баласы намаз оқыса, енді жақсы ойлайды, енді бұл мешітке барды деп та, ал мүмкін оның баласы мешітке бармауы да мүмкін. Арнайы бір квартирада жиналу мүмкін, болмаса басқа бір орталыққа бару мүмкін, болмаса бір жаңағыдай жат ағымда жүрген бауырлармен мысалы спорт клубтарында ма, дайындалатын орындарда ма, болмаса бір жаңа бір жұмыс істейтін орында ма кезігіп жүрген әбден болуы мүмкін. Ал енді мен ойлаймын, осы шақта тағы да мынау жаңағы жоғарыдағы сөзімізге оралуға болады, отан отбасынан бастап. Осы кезде мысалы мынау жұмысқа тұрған кезде, баласы оқуға түскен кезде ата-ана осы арнайы бір зерттеу дейміз бе, бір тексеріс жүргізсе, баласы кіммен оқып жатыр, группада кіммен араласып жатыр, оның жаңағы қасында араласып жүрген баласы намазхан ба, намазхан болса ол шынымен мынау біздің дәстүрлі бағыттағы бала ма, егер ол жаңағыдай одан басқа да бір қасындағы достарынан араласып жүрген балалардың ішінен бір жат ағымдағы балалардың бір белгісін көре ме, дереу қолға алған секілді, қолға алу керек секілді. Сондықтан енді ол балам мешітке кетті деп қол қусырып қарап отыруға болмайды. Енді ол нақты кіріп, имам мен сол жердегі білікті мамандарға жолықты ма, жолықпады ма, соған көз жеткізу керек секілді. Болмаса жаңағы баласын жаңағы ертіп апарып, міне имам мырза, мынау мешіттің ұстазы, мынау менің балам, мынау университет оқу орнында, колледжде оқиды. Бұл енді намазға жығылғанына бір 2 ай болды, 1 жыл болды. Енді осы баламның жат ағымға кетіп қалмауын мен сендерге аманаттаймын. Бұның намазын қадағалаңдар деген секілді тапсыратын болса, мен ойлаймын, бұл жерде жаңағы жастарға ие болу керек секілді, ие болуға болатын секілді. Ал енді баласы намаз оқыды, енді кейбір ата-ана әрине ішіп тартып кеткеннен гөрі баласы намазға қуанады, ол жақсы қуанарлық жағдай. Бірақ енді сол баласы дұрыс жолға барып жатыр ма, осы жерде ата-ана кішкене бір ширақтық, пысықтық танытып, жаңа анықтап жіберу керек секілді. Жаңағы жетекші кураторларымен сөйлесіп, мына балада қанша бала оқиды, сіздердің классында, группасында намазхан бала бар ма, жаңағы ол бала қандай бала, мешіттің жаңағы имамды тыңдайтын адам ба, әлде басқа имамды қабылдамайтын адам ба, болмаса оны өзін жеке шақырып, сен мына группада, топта намаз оқиды екен, сен өзі мешітке барасың ба, имамға қалай қарайсың өзі, мына өзі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын мойындайтын адамсың ба деген секілді ежіктеп алу керек секілді. Егер ана баладан қандай да бір жат ағымның белгісі танылса, дереу баласына, болмаса сол оқу орнына ескерту жасау керек секілді. Ортақ, мына жерде жұмыс істесе де, бір құрылыста жұмыс істесе де, бригадирін айтып, мына жерде анадай балалар жұмыс істейді екен, менің балам жаңағыдай бұған қосылып кетпесін деп, үйде ма жаңағыдай, болмаса бір мезгіл қорықпау керек. Ол мешіт жалпыға есік ашық жер ғой. Кейбір адам мен таза емеспін деп ыңғайсыздануы мүмкін ғой. Жоқ, олай емес, келіп имамға жолығып, қажетті сұрақтарын баласын ертіп барып ақылдасуына есік ашық, құшағымызды ашамыз біз.
Балам намазхан, бірақ та мен намаз оқымаймын, сондықтан да мені кәпірсің деп қабылдайды дейтін ата-аналар бар. Енді сол міне мынау жат ағымның, біз жаңағы айтып отырған жат ағымның жаңағы негізгі ұстанымдарының бірі бұл. Жаңа намаз оқымаған адам діннен шықты, бітті деп жаңа ата-анасынан кетіп қалған, ата-анасына қол көтергенде табылған. Ал енді Алла сақтасын, жаңа қазақта айтады ғой, жынды болса байлап бақ дей ма, жаңа сол секілді біздің дәстүрлі исламымызда ол кім ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулалла десе, ол мұсылман, оған бүкіл құрметті көрсету, ол баланың да мұсылманның міндеті болып табылады. Олай болса, Ризабек Батталұлы жат ағымның зиянды тұстарын жіктеп тұрып түсіндіріп, санамызға салмақты ой салғаныңыз үшін көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Діні бардың діңгегі мықты, бастысы жат діннің жетегінде кетпеу, санамызды саңылаусыз етпеу. Ол үшін имандылықтың бастауы отбасынан басталсын. Аман сау болыңыздар.